Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, құрметті оқушылар. Біз бүгін мажорант әдісі деп аталатын әдістің көмегімен теңдеулерді шығарып көрейік. Шығару жолдарын қарастырайық. Үш теңдеу таңдадым, үшеуі де тригонометриялық теңдеулер. Жалпы мажорант әдісі дегеніміз ол кейбір функциялардың мәндер жиынының шектелгендігі, яғни жоғарыдан немесе төменнен шектелгендігін пайдаланатын әдіс. Яғни сол ақпаратқа сүйеніп оңай және оңтайлы жолмен шешуге болатын әдісті мажорант әдісі деп атайды. Сонымен есепке көшейік. Бірінші есебіміз косинус px қосылған x квадрат азайту 6x қосу 10 тең 0. Бұл көріп отырғанымыздай тригонометриялық және квадраттық функциялардың қосындысы, сол функциялардан құралған теңдеу. Сонымен теңдеуімізді шығарайық, аздап түрлендірейік. Көріп отырғанымызда x квадрат азайту 6x қосу 10 бұл толық квадратты оңай бөліп алуға болады. Сондықтан бірден бұдан толық квадратты бөліп алайық. X квадрат азайту 6x қосу 9 және қосу 1 қалады. Бұл бізде минус косинус px қатен. Косинусты оң жаққа өткіздік. Яғни x азайту 3-тің квадраты қосылған 1 тең минус косинус px. Енді осы жерде x минус 3 квадраттық функциясының шектелгендігін пайдаланамыз. Яғни x минус 3-тің квадраты бізде ол белгілі нәрсе, ол 0-ден үлкен немесе тең. Яғни ол квадрат болғандықтан теріс мәнді қабылдамайды. Яғни x минус 3-тің квадраты 0-ден үлкен болады, немесе 0-ге тең болады. Осы екі жағдайды жеке-жеке қарастыруымыз қажет. Яғни бірінші жағдай x минус 3-тің квадраты 0-ден үлкен болған кезде. Егер x минус 3-тің квадраты 0-ден үлкен болса, және оған 1-ді қоссақ, онда олардың қосындысы 1-ден үлкен болады. Түсінікті, иә? X минус 3-тің квадраты 0-ден үлкен болса, оған 1-ді қоссақ, онда мынау қосындымыз 1-ден үлкен болады. Олай болса, минус косинус px-та 0-ден үлкен болып кетеді. Енді көріп отырғанымыздай бұл мүмкін емес, себебі косинус px бізде минус 1-ден кіші болу керек. Ал біз білеміз, косинус ол модулі 1-ден кіші, яғни минус 1 мен 1-дің арасында орналасқан. Косинусты ол минус 1 мен 1-дің арасында орналасқан шектелген осындай функция. Сондықтан ол минус 1-ден кіші бола алмайды, яғни x минус 3 квадрат бізде 0-ден үлкен бола алмайды. Бұл кезде шешім болмайды. Яғни бізде жалғыз вариант қалады, ол x минус 3 квадрат 0-ге тең. Яғни x минус 3-тің квадраты 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Бірақ үлкен бола алмағандықтан онда жалғыз жауабы x минус 3-тің квадраты 0-ге тең, яғни x-тен 3. Сонымен x-ның орнына 3 тапар қойсақ, 3 азайту 3 0 болады, яғни 1. Және мұнда 3-ті апарып қойсақ, минус косинус 3π. Бұл дегеніміз минус косинус π қосылған 2π, яғни минус косинус π, минус 180 градус, яғни жауабы сәйкес келіп тұр. Дұрыс, минус, яғни косинус 180 градус, косинус π ол минус 1-ге тең. Бәрі дұрыс, яғни есептің жауабы бізде x-тен 3. Жақсы, келесі есепке көшейік. Косинус x көбейтілген косинус 5x тең 1. Яғни осы есепті мажорант әдісімен шығарып көрейік. Біз білеміз, тағы да қайталап өтейік, косинусты ол шектелген функция, яғни оның мәні 1-ден кіші, модулі 1-ден кіші, яғни минус 1 мен 1-дің аралығында. Сондықтан косинус x 1-ден кіші немесе тең, және косинус 5x 1-ден кіші немесе тең. Олай болса, олардың көбейтіндісі 1-ден кіші немесе тең болу керек. Бірақ бізде ол 1-ге тең. Ол жалғыз ғана жағдайда болады, егер косинус та 1-ге тең, және косинус 5x та 1-ге тең. Мысал үшін, косинус x қатаң түрде 1-ден кіші болсын. Ал косинус 5x 1-ден кіші немесе тең болсын. Егер біз 1-ден кіші, қатаң түрде кіші санды 1-ден кіші немесе тең санға көбейтсек, онда біздің
көбейтіндіміз қатаң түрде бірден кіші болады. Ол түсінікті. Мысалы, бірден кіші санды алсақ, 0,8-ді 1-ге көбейтсек, ол бірден кіші болады. Яғни бізде жалғыз жауап шығады. Жалғыз мүмкін жауап ол косинус x бізде 1-ге тең, және косинус 5x 1-ге тең. Жалғыз жауап емес. Және екінші жауап бар. Ол екеуі де -1 болған кезде. -1, -1. Енді бұл ары қарай теңдеуді мен шығарып жатпай қояйын. Жалпы қиын емес ол ары қарай шығару. Яғни бұл жерде жалғыз жауап шығады. Мына жерден x-тен 1 болған кезде ол 2πn. Және x бізде косинус минус 1-ге тең болған кезде ол π қосылған 2πn. Яғни 2n қосылған 1 көбейту π. Яғни тақ рет айналған кезде 380 градус. Осы екі шешім болып табылады. Сонымен ары қарай үшінші теңдеуімізді шығарып бастайық. Синус x-тің 13 дәрежесі қосылған косинус x-тің 8 дәрежесі тең 1. Бұл жерде де мажорант әдісін қолданамыз, шектелгендігін пайдаланамыз. Яғни синус x-та, косинус x-та екеуі де бізде бірден кіші немесе тең. Сондықтан бірден кіші немесе тең. Сондықтан синустың 13 дәрежесі біз синус квадраттан кіші екендігін білеміз, анықтаймыз. Түсінікті, бірден кіші санды, яғни бөлшек санды неғұрлым жоғары дәрежеге көтерген сайын оның мәні азая береді. Мысалы, дұрыс бөлшекті алсақ, оны өз-өзіне көбейтсек, яғни ол кішірейе береді. Яғни а квадрат б квадраттан кіші, сол сияқты. Жалпы бөлшек санды дәрежеге шығарған сайын, яғни бірден кіші бөлшек санды дәрежесін, мысалы 0,5, ол 0,5 квадраттан үлкен, 0,5 квадрат өз кезегін 0,5 кубтан үлкен, осылайынан кете береді. Бұл түсінікті, яғни бізде синус бірден кіші болғандықтан синустың квадраты синустың 13 дәрежесіне үлкен болады, немесе тең болады. Егер тең болады, бір жағында жағдайда, егер синус 1-ге тең болса. Тура сол сияқты косинус 8 дәрежесі косинус квадраттан кіші немесе тең болады. Өз кезегінде бұлардың қосындысы, яғни егер жүйе ретінде қосып жіберсек, синустың 13 дәрежесі қосылған косинустың 8 дәрежесі сәйкесінше кіші немесе тең болады синус квадрат x қосылған косинус квадрат x-тан. Ал бұл тригонометриялық негізгі тепе-теңдік, бұл 1-ге тең. Яғни бізде мынау қосынды кіші немесе тең 1. Бұл түсінікті. Есептің шарты бойынша ол 1-ге тең. Ол кіші емес, 1-ге тең. Яғни ол бір ғана жағдайда орындалады, егер бізде синус 13x синус квадрат x-қа тең болса. Себебі егер олар қатаң түрде тең емес болса, мысалы мына жерде қатаң емес теңсіздікті алып тастап, қатаң теңсіздік қойсақ, онда мынау бізде мән 1-ге тең бола алмайды. Яғни бізде мынау мән нақты 1-ге тең болғандықтан, онда синус 13 дәрежесі нақты синус квадрат x-қа тең болып тұр деген сөз. Яғни синустың 13 дәрежесі синустың квадратына тең. Сол сияқты косинустың 13 дәрежесі косинустың квадратына тең. Болды. Енді ары қарай бұл теңдеуді жалпы шешу қиын емес. Жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Шығара салайық па аяғына дейін. Онда синус 11 дәрежесі x азайту 1 тең 0 болады. Косинусты жақшаның сыртына шығарамыз. Косинус 11 дәрежесі x 0 болады. Мына жерден синус пен косинус 0 болады. Және синус 1-ге тең, косинус 1-ге тең.